Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге әдеттегідей Агуша. Бүгін біз тек қана ақ түспен топ 1 алатын боламыз. Көп видеоларымды қарасам менде мүлдем ақ түс жоқ, или ақ түсті мен аз түсіргенмін. Енді бүгін ақ түстен видео болатын болады. Так, сеттан енді бізде бас киім не бар? Так, ақ түске сосын бізде мынаушы кимеймін. Тоқташы. Осыны киетін боламыз. Так. Мынау болады. Так. Енді бізде маскадан пойдем мынаны қоя салайық. Бұл да ақ, бірақ ол көрінбейді, ол қатты маңызды емес. Ал үстін тұра берсін естіп. Ақ түске мынандай бар. Опа. Жоқ. Жараспайды. Мынаны кие берген дұрыс сияқты. Әлі мынау ма? Құрсын. Мынаны кие берейік. Мына кроссовканы ойланбастан киеміз, достар. Мынаны киейін. Жоқ. Осыны кие берейін. Так, ал бізде рузяктан. Мынау ақ. Айтпақшы достар, мен сіздерге айтуды өте қатты ұмытып кетіппін. Мен донат салмаймын. Мойында мен аккаунтым ботский да. И менде кейбір ақ түсті заттар жоқ. Менде ақ түсті скиндер вообще жоқ дейсем болады. Мына сет, ақ қой. Бірақ мен басқа түстерді оружияларында мысалға, бірінші міне осы қаруда, менде ақ түске сәл жатады, бірақ басқа қарулар мысалға АК, бар бұда, мынау жоқ. Жоқ міне. Бұлда бар. Мынада жоқ міне мысалға. Сол себептен достар, мен тек қана ястребта ғана бар ақ түске. Мынада енді сәл ғана бар, бірақ оны пайдаланудың өзі сондай не. Сол себептен мен достар сеттан басқа еш нәрсені ақ түске айналдырмауды шештім. Сосын осы видеоның астына комментарияға менде андай скин бар, менде мынандай скин бар деп жазып алуларыңызды сұраймын. Мені қолдайтын подписчиктеріме рахмет. Мені 300 подписчикқа смело емес енді жеткізіп тастадыңыздар. Бір жылдың ішінде 300 подписчик. Енді 2 жылда 600 болса, бірақ 2 жыл жылдап күтпей біз дейтін достар күнне күтетін ютубер болуымыз керек. Сол үшін активті барынша көтеріп кетіңіздер. Болды. Айтпақшы достар, мен телефончик болғандықтан мен өзіме напальчик алған болатын. Напальчик қолданатын білесіздер деп ойлаймын. Келесіде сол напальчикпен ультиматум ойнайтын боламыз. Келесі видео күтіңіздер. Ал ендеше біз өзіміздің каткамызға кеттік. Мен көп айтып кеттік достар. Мінеки достар, біз өзіміздің каткамызға кеттік. Достар, айтпақшы, мен наушнигімді қайтадан ұмытып кеттім. Мен сол үшін каткада көп сөйлемеймін. Қатып отырмай. Достар! Қатып отырып келесің. Кипайтена маңға қойып. Ойнап айтам. Достар, домалақ бастар,
қарсыластарымызға жеңіс, қарсыластарымызға сәттілік, ал бізге жеңіс. Алпы картасы, осы картада топ 1 алып, сіздерге менің өзімнің ең үздік игрок кетіп қалсам да, достар, біз как обычно өзіміздің районымыз деймін бе әлде білмеймін не істейміз, өзіміздің жерімізге түсетін боламыз ғой достар. Мынау Алпы деген қандай керемет жер, иә. Осы жерге бір барып бір осы жерді көріп қайту керек еді. Осы Алпыда андай өзен бар да, көл сондай бар да, бірақ басқа Бермудада, Бразилияда жоқ ондай. Әлде бар ма? Жоқ болып кетті ме, не болды? Достар, в общем, біз жерге түстік. Бір дальний. Опа. Қазір екеуі кездесіп, екі аласақ. Ай, жоқ болып кетті заман. Пинкаучы жоқ, Қазақстан ол. Достар, мен жуан болып кетті ма? Зажмать еткенім үшін кешірім сұраймын сіздерден, айтпақшы. Енді бәрі топ 1 үшін, видео үшін, өліп қалмас үшін. Коряк, аса қатты керек заттар жоқ екен бұда. Бірақ бізге бастысы хп жеп, аптека тауып алу керек. Айтпақшы достар, мен даусым естіліп тұрмауы мүмкін, өйткені мен қолымна немде тұр. Келесі видеода да сондай болады, өйткені мен вообще басқа жаққа кетіп қалдым. Бірақ келесі видео напальчик жайлы болады. Напальчик деген не екен білмесеңіздер айтып кетейін. Ютубта телефонщиктар обязательно напальчикпен ойнайды. Себебі напальчикпен андай обтяжка көп кетеді. Тез ұшады және көп дегенде андай мықты ұшады, мықты, әдем ұшады. Сол үшін ютуберлер, телефонщиктер андай мықты СВД напальчикпен ойнайды. Ал менде сол напальчик бар енді, мен енді напальчикпен келесі видеода ультиматум ойнайтын боламын. Ал одан келесі видео напальчикпен топ 1 алуға бола ма? Мен барлығын қызықтырмай сразу айта салатын адам ғой, білесіздер. Дауыс шықты ма? Әлде самолет па? Самолет. Оп. Мен аптека жемдеймін. Бағана айтып едім ғой мен. Так, достар, енді үнсіздік. Өйткені мен қазір әдемі сіздерге хайлайт көрсетеймін. Әдемі хайлайт көрсетіп сіздерге парш етеймін. В общем, давайте, видеодан шықпаңыздар. Бұл просто мен сөйлемей отырам видеода. Сол үшін өйткені мен маған ыңғайсыз, мен қолым ыңғайсыз тұр, мен микрофон, кәдімгі телефон, микрофон басып ойнаған ыңғайлы. Міне қараңыздар, тупетейіп жүрмін. Мен бір қолмен ойнап отырмын, тупетейіп жүрмін, қараңыздар. Жарайды, ендеше хайлайтқа кеттік. Мен хайлайт жасайтын адам ұсап, тегі. Просто үнсіз. Мен даусым жағымсыз болуы мүмкін. Сол үшін сіздерге демалыс, достар. Отырып сөйлейік. Ату жаман қызықсыз болып кетті. Қаруларым ақ болып тұрғанда ғой шіркін. Айтпақшы достар, айттым ғой, менде СВД-да мына қаруда, почти юмпида басқа не жоқ. Адам шақыр қоясың ғой, короче. Жарайды, ендеше қомша ойнай берем. Қазындайға бір адам келіп қалса, қадап жүрмесін қазір. Ойбай. Жерге
ой. Достарым, мына өмір деген, бәсе, өмірден опа, достар, анау жоқ болып кетті. Біреу алуын точно, достар, мен сояққа барып ол адамды ұтып, жетістікке жетіп, топ сіздерге өте керемет хайлайт көрсетіп, Досымжан ағамыздың жұлдыздар шайқасына көрсетіп, нетіп, одан бірінші орын алып, сіздерге танымал болып, 10 миллион подписчик жинап деп айтпай қойын, Өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ, бірақ менің подписчиктерім оны мүмкін қыла алам екен. Бірақ менің хейтерлерім бұны мүмкін емеске шығарады. Ол полипасу. Мен өзім де бұған сенбеймін, өйткені 10 миллионға жетем дейінше. Ой. Аяқтағым. Ойбай, мен өлең айтпай қойын. Құрсын. Құлақтарын жарылып кетеді, құрсын. Мен осы жерде қатты ойланып тұрмын, өйткені ястреб пе, әлде СВД ма? Қараңыздар. Патрон азая береді. Лучше бүйтіп істемей қойған дұрыс. Десе. Так. Аңғайсыз. Достар, сәл зажимать етіп қойып едім да, я? Простите, пожалуйста. Я не зажимчик. АВМ бар екен, браво ман кереміз. Тоқта. Менде АВМ ойнап кетуге шанс бар ғой, бірақ қатты кереміз. Ана жақта адам ба? Толып жатыр ма? Опа! Кайф, достар, кайф. Ай! Тупас Криса! Криса екен бір. Достар, бір видео түсіре қойайын ба деп еме. Жарайды, детекті видео көпке созылып кетті. Сол үшін бұны ары қарай көпке созбайын деп видеоны аяқтайын. Сіздермен бірге болған Гуша, давайте бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеоны напальчикпен. Ал, түйел бар екен.